Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, cihat. Cihat, Allahu Ekber. Kafirlerden gözün kurtarımız. Allahu Ekber, cihat. Bolça tezi. Тыныштық па? Араласпыш. Жарайды. Отағасы. Мен бүгін Айаруды емханаға көзін көрсетуге алып барғам. Дәрігерлер тым кеш өткізіп алғансыңдар дейді. Тез арада ота жасатпасақ, екі жанарынан айырылады екен. Мен қызыңыздың соқыр болып қалғанын қаламайым. Субханалла, не айтып тұрсың? Сол дінсіз шайтанның заңымен жүретіндерге сеніп тұрсың ба сен? Жоқ. Енді ол кісілер өз ісінің маманы ғой. Астағфиралла. Бұл Алланың бізге берген сынағы. Қызымыз жазылып кетеді. Бұндай проблемаңды айтпашы маған, не? Отағасы-ау, қызымыз соқыр болып қалады дейді. Альхамдулилля. Алланың құдіреті шексіз. Міне мен осы күнге жеттім. Мен Сирияға жихад жасауға кетіп барам. Не? Сириядағы мұсылман бауырларға көмектесем бар. Ана кафирлердің көзін құртып, халифат құрамыз. Отағасы, мен мынау балашаға не болады? Астағфиралла, тыңдашы мені. Менің ұстазым Ахмет Али. Ол Алланың жердегі көлеңкесі. Саған назар ауыпты. Не дейсіз? Субханалла, қолың тартшы. Мен сен сияқты жахилмен тұрмайын, түсің ба? Сен талақсың. 3 талақсың, түсің ба? Жоқ. Олай жасамақшы, мен ойланбасаңыз, мынау балашағаны ойласаңызшы, отағасы, өтінем. Айтпақшы. Мен үйді сатып жібердім. Ақшасын ұстазыма берем. Ол Сириядағы бауырларға апарып береді, түсің ба? Отағасы, мынау кісі бізге жасаған қиянатыңыз ғой. Астағфиралла, отағасы демеші маған. Отағасы деп ұстазды айтасың. Жоқ, отағасы, өтінем. Олай жасамақшы, бізді тастамайыншы, отағасы. Өтінем. Жақтан қарап жүргендер, аңғып жүргендер көп. Берей ма? Ассаламу алейкум, Ахмет Али ұстаз. Оғалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ахи, кел. Қош келдің. Абдулхамид, жихад жасап, жұмаққа кіруге дайынсың ба? Дайынмын, иншалла. Ұстаз, өзіңіз айтқандай үйді саттым. Ақшаны $100 мен, $100 евроға ауыстырдым.
Машалла, машалла. Міне, нағыз мұсылман. Абдулхамид, кешке ұшасың. Дайындал. Дайым, иншалла. Жихад, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ішке кіріп демін. Жақсы ұстаз. Абдулла, көзіңді алмай қасында бол. Кешке аэропортқа шығарып саласың. Ұқтың ба? Міне. Ғажап. Абдулла, бұл Алланың маған берген сыйы. Мен өз сыйымды алып кетуге келдім. Сіздер кімсіздер? Үйге кіруге болмайды. Көп сөйлемей отыр. Мен қазір полиция шақырам. Шығыңыздар үйден. Абдулла, төбесіне келтір. Ұстама. Жібер. Отыр. Сен көп сөйлеме бұна. Мені тыңда. Абдулхамид бүгін кешке Сирияға ұшады. Бүгін екеуміздің некеміз қиылады. Сосын бір айдай менімен тұрасың. Кейін сен де Сирияға ұшасың. Жоқ. Ол жақтағы мұсылман бауырларға көмектесуіміз керек. Ал сен көмектесесің. Егер менің айтқаныма көнбесең, мына бала-шағаңды көзіңше құртып түсіндің бе? Түсіндің бе деймей? Түсіндім. Есікті аш. Тұр. Тұр деймін. Аяр. Өтіңе қара. Сама. Жібер. Сендер кімсіңдер? Қайныма. Қайным жандос. Әуелі Алла сосын саған аманат еттім бала-шағамды. Бала-шағама қара. Жібер. Ақыр жеңешемді әкетіп барасыңдар. Атағандарын тастап кетсеңдерші. Шайтан. Көзің шықып олайын ба? Жіберіңдер жеңешемді. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Қайсар, сенің денің сау, мен сияқты емессің. Мұхаммед пайғамбарымыз аяқ қолы бүтін, дені сау адамдардың несібесін жұмыс істеп тапсын деген. Бар жұмыс ізде. Жарайды Аяру. Ондай болса, ертеңнен бастап жұмыс іздеймін. Жарайды. Президент пәрменімен жүзеге асырылған жусан 2 Сен не көріп отырсың? Өкіметіміз Сирияға кеткен азаматтарымызды елге қайтарып жатыр екен. Соны көріп жатқаным ғой. Солардың ішінде біздің ата-анамыз да болса ғой. Әйтпесе оларды қатты сағынып жатырмын. Мен де қатты сағынып кеттім. Аяру, ондай болса мен кеттім, жұмыс іздейін. Бара бер. Сау бол. Алло. Ахи, ассаламуалейкум. Алейкум ассалам. Ұстаз, амансыз ба? Альхамдулилля. Аллаға шүкір. Қатарымызға қосылатын шынайы мұсылмандарды таптыңдар ма? Жинап жатырмыз. Көбісі жастар ВК, Facebook, Instagram дегендей. Жақында алдыңызға алып барамыз. Машалла. Мұнауыңыз жақсы жаңалық қой. Жарайды, күтем онда. Ахи, айтпақшы анау. Баяғыда Сирияға кеткен Абдулхамидтің ұлын таптыңдар ма? Таптық, ұстаз. Машалла. Алла разы болсын. Рахмет. Жарайды, ахи, хабарласам.
Ала қой. Аға, жоқ. Бұныңыз тым көп қой, керек емес, ала беріңіз. Шын көңілмен беріп жатыр. Ала бер. Рахмет, Алла разы болсын. Есімің кім сенің? Аяру. Есімің әдемі екен. Рахмет, анам қойған. Анаң қайда? Анамда әкемде жоқ. Аяру? Арманың бар ма? Менде арманнан басқа ештемем жоқ. Тек арманмен өмір сүремін. Мүмкін арманыңды айтарсың. Менің көмегім тиіп қалар. Арманым ата-анам жанымда болса деймін. Сонда мынау жарық дүниені көргің келмейді ме? Жарық күннен не пайда? Жанымда ата-анам жоқ қой. Түсінікті. Аяру, арманың орындалсын. Рахмет. Жақсы, сау бол. Мама, папа, қайдасыздар? Сіздерді қатты сағындым ғой. Міне, сізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Жұмысымызда бітіп қалды. Енді жамағат жылы жерде намаз оқитын болды. Иә, тағы да көмек керек болса айтыңыздар. Сосын бір өтінішім бар. Иә, айтыңыз. Менің атым ешеде жарияланбай қойса екен. Өзіңіз білесіз ғой, бұл деген жасырын садаға. Не дегеніңіз? Жоқ, ешкім айтқан жоқпыз есіміңіз. Аталарымыздың сөзі бар ғой. Оң қолмен берген садақаңды сол қолың білмесін дейді. Не, өте орынды айтылған. Сосын бір сұрай дегенім, есік алдында бір қыз отыр. Тағдыры қиын көрінеді. Ол қызды бала кезден танимын. Ата-анасы бар ма? Қайда? Не болған? Ата-анасы жат теріс ағынның соңынан еріп Сирияға кетіп қалған. Содан із-түзсіз жоқ. Аман ба, жоқ па білмедік. Бірақ іздестіріп жатырмыз. Қыздың өзі не болған? Бала кезінде көзі ауырып, содан дер кезінде емделмеген соң ауруға асқынып көзі көрмей қалған. Жақында бір медициналық орталыққа барып көзін тексерттік. Емдеуге болады, үміт бар дейді. Шүкір. Алайда қомақты қаржы сұрады. Ондай қаржы бізден қайдан болсын? Молдеке, рұқсат етсеңіз, қызға мен көмектесейін. Керекті қаржының бәрін мен тауып беремін. Сізге Алла разы болсын. Әмин, солай болсын. Онда маған жаңағы орталықтың мекен-жайын берсеңіз. Жүріңіз, мен сізге барлық мәліметтерді берейін. Аяру, бүгін қанша таптың? Сен ше, қанша таптың бүгін? Мен бүгін 7.000 теңге таптым. Ал мен 3.800 теңге таптым. Бұл бізге берген Алланың несібесі ғой. Иә. Бүгін KFC-ге барайық. Сояқта тойып тамақ жеп алмаймыз ба? Ар жағынан самсамен балмұздақ аламыз. Аяру, барсақ барайық, бірақ күніге жаяу жүре береміз ба? Одан да такси тоқтатып, таксимен барайық. Жарайды, қалағаның болсын. Тағы да ішіп кепті. Тез. Келді ғой. Әке бер ақша. Бермейміз. Қандай ақша? Тамақ ішпегенімізге 3 күн болды ғой, тамақ ішпегенімізге. Бишаралар ай. Әкелден ол ақшаны. Аға, өтінем, тек бұл жол емес. Аға, өтінем. Чей. Әкеле. Террорист. Біз террорист емеспіз. Түсіндіңіз ба? Сенің әкең де террорист. Шешең де террорист. Кел олар. Кел.
Сирияда. Бейшаралар. Жылама, Аяру, жылама. Бәрі жақсы болады ғой. Қайсар, менің қатты қарным ашып жатыр. Менің де қатты қарным ашып кетті ше. Қайсар, есіңде ме? Алдында мен ауырып жатқанда бір нан жерінбей қалып кетіп еді ғой? Я, точно. Мен онда ол нанды іздеп келейін. Мен кеттім. Я, бар. Аяру, таптым. Міне. Бұл маған қат-қатты. Суға батырып, жібітіп жейік. Оның үстінде бетіндегі көгергендері кетеді. Я. Мынау саған, мынау маған. Аяру, нанымыз қандай тәтті, я? Иә, қансыз да, майсыз да тәтті. Осы кезде мама мен папам болғанда ғой, я. Қазы қарта, тағы басқа тамақтар жейтін едік. Иә, мен де оларды түсімде жиі көріп жүрмін. Қатты сағындым оларды. Мен де сағынып кеттім. Қайсар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кел, отыр болады. Танымадым сізді. Менің есімім Ахмет Али болады. Сенің әкеңнің ұстазым. Екеуміз бірге Сирияда болдық. Рас айтасыз ба? Рас айтам. Балам, міне. Мынау менің атыма саған хадия болсын. Ала қой. iPhone 13. Мынау маған ба? Саған. iPhone 13? iPhone 13. Рахмет сізге. Жүр балам, кеттік. И вот он начал соблюдать ислам, полноценно намаз читать, поститься, все. Қайсар, просто вот как бы. сен не көріп жатырсың? Одно Бұл не деген жаман адамдардың дауыстары? Субханалла. Аяру, мен енді түсіндім ше. Айналадағы адамдар бейнамаз кәпір. Оның үстіне намаздары да дұрыс емес. Сен не айтып тұрсың? Кім айтты бұны саған? Алланың жердегі көлеңкесі ұстаз Ахмет Али. Ол әкемнің ұстазы болған. Менің де ұстазым болады. Ол маған iPhone сыйлады. Сен не айтып тұрсың, Қайсар? Айналаңдағы адамдардың барлығы жақсы. Алла өзінің сүйген құлдарын көп сынайды. Астағфиралла, Аяру. Не деп жатсың? Айналадағы адамдар бейнамаз кәпір. Оның үстіне аның мешіттегі асан ұстаздың өзінің намазы дұрыс емес. Қайсар, сен соңғы кездері қатты өзгеріп кетіпсің. Менің айтқан тілімді де амайсың. Бұл өмірде сенен басқа менің ешкімім жоқ қой? Ой, қойшы. Мейірімі шексіз, құдіретті күшті Құдайым. Жарық күннің сәулесін көрмесем де, бір күні аш, бір күні тоқ, бір күні ауру, бір күні сау болып жүрсем де, сызда отырып тіленіп қайыр сұрасам да, ата-анамның аял алақанын көрмесем де, тайғақ тағдырыңа көніп, тар жолыңа сыйып, бір өзіңе шүкір еттім Құдайым. Менің анам да жоқ, әкем де жоқ. Мүмкін олар болғанда басқа балалар сияқты қарнымыз тоқ, далада ойнап жүретін едік. Олар бізді қорғайтын еді. Мені емдеп мектепке жіберетін еді.
Жаратқаным, менің жалғыз бауырымнан басқа ешкімім жоқ. Қайсарды жатағымда жүрген пиғылдары арама ала ауыздардан қорғашы. Теріс жолмен жүрмесінші, Құдайым. Әкем сол малғындардың жетегіне кетпегенде, Қайсар екеуміз жетім болып, тіленшінің күйін кешпейтін едік. Алла тағалам, көшеде барлығы бізді террорист дейді. Бірақ айтшы, Қайсар екеуміз террорист емеспіз ғой, я, айтшы. Иә, атаным алданып қалғандары рас. Мен білем, сезем, олар өздерінің істегендеріне қатты өкінеді. Бірақ сен кешірімдісің ғой. Сен оларды кешірші. Құдайым, мен әкемнің, анамның не тірі, не өлі екенін білмеймін. Егер олар аман болса, бізге қайта оралсыншы. Мен оларды қатты сағындым. Алла тағалам, Құранда жетімдер мен өмірінде жәбір көрген пенделердің дұғасы қайтарылмайды деген едің ғой. Осы дұғамды өтінемін, қайтара көрмеші, Құдайым. Бір өзіңнен пана сұрап, бір өзіңе шүкір еттім. Аумин. Қайсар, қалың қалай? Саған айтар әңгімем бар еді. Айта беріңіз. Неге намазға келмей жүрсің? Ұстаз, уақытым болмай жатыр еді. Қайсар, сен мені түсінсең, ана кісілермен мүлдем араласпа. Олар жат теріс ағымдағы адамдар, адасқан адамдар. Неге? Сенің ұстаз деп жүрген Ахмат Али сенің әкеңді алдап, арбап, Сирияға аттандырған. Одан кейін анаңды қорқытып, зорлықпен Сирияға жіберген. Ақылың бар азаматсың. Айару ойла. Шайтанлар. Мен сендерге көрсетемін. Алло, Сәлеметсіз бе? Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме екен бұл? Иә, тыңдап тұрмын. Аты жөніңіз, толық мекен жайыңыз? Қайсар, тық ақшаны, тағы мас болып кетті бүгін, тық ақшаны. Әкел бер ақшаны. Бермейміз ақшаны. Сонда біз тамақ ішпейміз ба? Бұл ақша Айарудың дәрісіне. Жоқ, сендер неге түсінбейсіңдер, а? Сендерді кім асырап жатыр? Кімнің үйінде тұрсыңдар сендер, а? Жауап біреу ақ. Мына менің үйімде. Түсіндіңдер ма? Әкел ақшаны. Бермей ақшаны. Бермеймін ақшаны. Әкел ақшаны. Бермеймін. Бейшаралар. Жандос, Алсан, не тірлік мынау? А? Не зұлымдық? Не өктесің? Сен дұрыс түсінбе ау? Әттең кезіне Жандос өтік. Арағының кесірінен ол достан да ажырадық. Медресеге де бірге бардық. Бізден бұрын Құран жаттап, бізден бұрын намаз үйрендің. Сол жаттаған Құраныңды ит ішпейтін шайтанның суын ауыстырғаның ба? Жетімнің ақысын жеп, ішіп отқан арағының құны 2-3 мың теңге. Жылдар бойы медресе жаттаған Құраның құны қанша болды сонда сен үшін? Жетімнің ақысын жегенше, керісінше оларға көмектесіп, жәннатқа бірінші болып кіретіндердің қатарынан болмайсың ба? Тәубеңе кел. Мешіттің есігі қашанда ашық.
Келдім тәубеге. Қайсар, Айару. Бауырларым мен. Міне ақшалар. Алыңдар. Жандос аға, шын айтып тұрсыз ба? Шынымен ба? Алдап тұрған жоқсыз ба? Аға, бірақ бізді ұрмаңызшы. Бауырым ау, енді бұдан былай ұрмай. Бұдан кейін жұмыс істеймін. Ал сендер сабаққа барасыңдар. Сабақ оқисыңдар. Өзім асырайым сендерді. Киім алып берем. Шын айтасыз ба? Иә, рас айтам. Бұдан былай енді сендер қайыр сұрамайсыңдар. Шын ба? Иә. Жүріңдер. Үйге барайық, иә? Сендерге жақсылап тұрып тамақ істеп берейін. Жүріңдер. Аға, кеттік. Бірақ, аға, таксимен барайықшы. Жарайды. Айару, қалың қалай? Барлық жақсы. Бағыңа орай операция өте сәтті шықты. Ешерің ауырып тұрған жоқ па? Көңіл-күйің қалай? Жақсы ма бәрі? Рахмет, сіздердің арқаларыңызда өзімді жақсы сезініп жатырмын. Айару, неге көңілсізсің? Бүгін көзіңді ашамыз, жарық дүниені көресің. Ештеңе уайымдамасың, бәрі жақсы болады. Білесіз бе, мен ата-анамды қатты сағынып жатырмын. Олар дәл осы сәтте болса деймін. Айару, сен еш мұңайма, жарай ма? Қазір дайындал, сен көзіне бинтті шешеміз. Мама, папа, қайдасыңдар? Сағындым ғой сендерді. Мына жарық күнді сендерсіз қалай көрем? Мама, папа. Біз келдік. Айару, көңіл-күйің қалай? Дайынсың ба? Иә. Маған қараш. Мен көріп тұрсың ба? Айару. Қызым? Айару. Қызым. Мама, папа. Қызым, Айару. Мама, папа. Қызым? Қайда болдыңыздар? Кешір бізді. Кешір. Оğlum. Sen. Kızım. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламызда тағы бір жат ағымның жетегінде ерген экстремистік топ құрықталды. Кешкісін ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері күдікті топты өз пәтерінде қолға түсірді. Ахмат Али есімді ұйым жетекшісі радикалды идеологияға қатысы бар халықаралық радикалды террористік топтармен ұдайы байланыста болыпты. Ұйым жетекшісі Ахмат Али жаппай құқыққа қайшы әрекеттер ұйымдастырып, жастарды күмәнді діни теріс ағымға тартқан. Жетекшіге қатысты қылмыстық істің 5 бірдей бап бойынша іс ашылды. Экстремистік және террористік іске күдігі бар теріс діни ағымда жүрушілерден айғақты жарылыс заттар тәркіленіп, қамауға алынды.
Сейтқазимов Ақберген Тоқбалатұлы 1983 жылы туылған. 2012 жылы Түркия мемлекеті арқылы Сирия еліне өтіп, радикалды террорлық топтардың құрамында болып, Сирия аймағындағы қарулы қақтығыстарға қатысқан. 2014 жылы елге оралып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру 256 бабы бойынша кінәлі деп танылып, 7 жыл 10 айға бас бостандығынан айырылған. Осы күнге өз жазасын толықтай өтеп, бостандыққа шықты. Жаппарқұлова Айсұлу Сейсенәліқызы 1987 жылы туылған. 2012 жылы Түркия мемлекеті арқылы Сирия еліне өтіп, радикалды террорлық топтардың құрамында болып, Сирия аумағындағы қарулы қақтығыстарға қатысқан. 2015 жылы елге оралып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің терроризм актісі 255 бабы бойынша кінәлі деп танылып, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылған. Осы күнге өз жазасын толықтай өтеп, бостандыққа шықты.